Бүгін біз ПП салат дайындаймыз. Ол үшін бізге редиска керек, огурцы керек, сосын авокадо керек, кукуруза керек. Барлығын мен көрсеткендей турап шығамыз. Дөңгелекше етіп турап шығамыз. Қиярды да дәл солай тураймыз. Енді авокадоны осылай кесіп аламыз. Міне барлығын салдық. Енді кукурузды ашып, ішіндегі суын төгіп тастаймыз. Сосын азырақ осылай саламыз. Оливковый майды 1 столовый ложка немесе 1 чайная ложка қосуға болады. Шым-шым тұз қосасыздар. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкаға салатный листья салып, осылай әсемдеп дастарханға ұсынасыздар. Егер әдемі көрінсе, өте тәбетті ашып, адам жегісі келіп тұрады. Енді хлебцыды жанына қойып, осылай сіздер де дайындап жеңіздер. Ас болсын.